Сәлеметсіздер ме балалар, сіздермен бірге мен Сауытжан Аружан, ана тілі 1 сынып 62 сабақ, заттың атын білдіретін сөздер. Сабағымызды бастамас бұрын өткенге оралайық. Заттың атын білдіретін сөздерге кім, кімдер, нелер сұрақтары қойылады. Ал балалар, бірінші жаттығуда бізге өлеңді оқы және де жаттап ал дейді. Серік бол Хасан, қолыңды жу. Қолға сабын алып, мөлдір суға салып, жуу керек жиі, ақ көбікке малып, жасыл, қызыл ағын, қолдана бер бәрін, жуынғанда дәйім, қолда тұрсын сабын. Қиын емес бұлда, тазалық бар мұнда, таңда, түсте, кеште, қол жуудан тынба, жарайсыңдар балалар. Ендеше балалар, төмендегі сұрақтарға жауап берейік. Өлең не туралы? Өлең тазалық сақтау туралы. Тазалықты үнемі сақтау үшін не істеу керек? Тазалықты үнемі сақтау үшін әрдайым қолды жуып жүру керек. Сабынның пайдасы қандай? Сабын түрлі көзге көрінбейтін микроорганизмдерден қорғайды. Яғни көзге көрінбейтін біздегі микробтардан сабын қорғайды екен. Дұрыс айтасыңдар балалар, тамаша. Келесі бізде заттың атын білдіретін сөздерді тап. Заттың атын білдіретін сөздерге кім, кімдер, нелер сұрақ жауап береді. Мына өлеңде балалар сабын, не, қол, не деген сұраққа жауап береді. Я балалар, тамаша, жарайсыңдар. Демек бұлар бізде заттың атын білдіретін сөздер екен. Ендеше балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Жұмбақты көшіріп жаз, шешуін тап. Жуған киім тазарып, өзі қалды тымарып. Не деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Жауабы сабын. Яғни сабын жуған сайын азарады екен. Ал бізге 3-ші жаттығуда көркем жаз делінген. Су, сабын, сүлгі, тарақ, айна. Яғни әр сөздің ортасынан балалар біз үтірді байқаймыз. Және де айна сөзінен кейін нүкте қойылған. Осыны дәптерімізге әдемілеп жазып аламыз. 4-ші жаттығуда бізге сурет атауларының алғашқы әріптерінен сөз құрап айт делінген. Яғни тарақ, айна, зымыран, алма, лақ, ыдыс, қоян. Яғни осы сөздердің барлығының алғашқы әріпін алар болсақ, бізде тазалық деген сөз шығады. Я балалар, жарайсыңдар. Енді балалар, тазалық сақтау туралы бейнероликке өзіміздің назарымызды аударайық. Тазалық сақтау үшін не істеу қажет, және де оның бізге пайдасы қандай? Қанекей, бірге білейік. Таңертең ерте тұрамыз, иығымызды ашамыз, бетімізді жуамыз, суға қолымызды саламыз. Ап-ауыз, ап-ауыз, таза болып жүреміз. Тазалық денсаулық білеміз, әрқашан күлімдеп жүреміз. Сабынмен жуып қолдарыңды микробтардан қорғаңыз. Осымен балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.